Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ілік септік. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырасың, ілік септіктің жалғауларын білесің. Өткен сабақты қайталайық. Атау септігі. Атау септігі кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Атау септігіндегі сөздер сөйлемде негізінен бастауыш болады. Мысалы, қар жауып тұр. Бұл атау септіктегі сөз, өйткені не деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде бастауыш болып тұр. Бүгінгі өтетін сабағымыз ілік септігі. Ілік септігіндегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігі атау септіктегі сөзге ның, нің, дың, дың, тың, тің жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды ілік септік жалғаулары деп атайды. Ілік септігіндегі сөздер сөйлемде тұрлаусыз мүше болып кездеседі. Мысалы, қардың, жауынның, боранның, нөсердің, күннің. 36-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Сел өте қатты нөсерлі жаңбырдың соңын ала немесе өзен бастауына ұштаса таяу жатқан мұздықтардың күн ысығандағы шұғыл еруінен, кейде жасанды бөген суының жағаны жырып бұзуынан пайда болады. Таудан құлаған лайлы тасты тасқынның жылдамдығы секундына шамамен 5-10 метрге дейін жетеді. Екпіндей аққан сел тасқыны салмағы бірнеше тонналық тастарды домалатумен бірге діңіне адам құшағы жетпейтін биік ағаштарды тамырымен қоса жұлып әкетеді. Сел тасқыны тау бөктеріне таяу орналасқан елді мекендер үшін өте қауіпті. Сел апатынан қорғану үшін қауіпті жерлерге арна, көпір, су бөгендері салынып, тау беткейлеріне қар ұстататын ағаштар отырғызылады. Алматыда арнайы сел тасқынын бақылау станциясы жұмыс істейді. Оның бақылау пункттері селдің жүру ықтималдығы мен су тасқыны жөнінде Алматы мен оның төңірегіндегі елді мекендерге хабар беріп отырады. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Сел апаты жағдайында шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Бұл сөздегі қосымша қай септіктің жалғауы дейді. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырайық. Сел қалай пайда болады? Тасқынның жылдамдығы секундына неше метрге дейін жетеді? Сел апатынан қорғану үшін нелер салынады? Арнайы сел тасқынын бақылау станциясы қай қалада жұмыс істейді? Енді қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдайық. Мұздықтардың түбірі мұз, зат есім, дық, жұрнақ, тар көптік жалғауы, дың ілік септігінің жалғауы. Тасқынның түбірі тас, қын жұрнақ, ның ілік септігінің жалғауы. Селдің сел түбірі, дың ілік септігінің жалғауы. 37-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз, ілік септігіндегі сөздерді тап. Олардың сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Теңіздің суы ащы, селдің қаупі жөнінде хабар беретін жүйелер жасалады. Көмекке ауылдың адамдары келді. Күннің ыстығынан қатты шөлдедім. Теңіздің суы ащы, теңіздің ілік септігінде тұрған зат есім, селдің, ауылдың, күннің. Ілік септігіндегі сөздер сөйлемде тұрлаусыз мүше болып кездеседі. Теңіздің, ненің, теңіздің, селдің, ненің, ауылдың, күннің, ненің деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып кездеседі екен. 38-ші жаттығу. Берілген сөздер ілік септігінде тұратындай етіп, 3 сөйлем құрап жаз. Жаңбыр, сел, тасқын. Нөсерлетіп жауған жаңбырдың артынан күн шығып, кемпірқосақ пайда болды. Тасқынның күшті болғаны сонша, биік ағаштарды тамырмен жұлып әкетті. Селдің апатынан қорғану үшін су бөгендері салынады. Мұндағы жаңбырдың, түбірі жаңбырдың дегеніміз
ілік септігінің жалғау. Тасқынның, селдің ілік септігінің жалғау. Жалғанып тұр. Сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелдей білуге үйрен. Бұл ілік септігіндегі сөз өйткені кімнің немесе ненің сұрағына жауап беріп тұр, сөйлемге тұрлаусыз мүше болып тұр. Ал енді 39-шы жаттығуға қарайық, балалар. Бұл кел ойнайық, вагон тізбегі деген ойынды ойнайық. 1 минутта вагонда берілген сөздерге өз тақтайшаларын апарып жазамыз. Вагондағы сөздер емен, асан, ат, сөт, шебер. Енді біз оған тиісті жалғауларды жалғауымыз керек. Еменнің, асанның, аттың, сүттің. Өзімізді тексерейік. Жақсы, олай болса бүгінгі сабағымыз балалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.